Сәлеметсіңдер ма оқушылар? Біз өткен сабақта электростатика, электр кернеулігі, сыйымдылыққа байланысты есептер шығарған болатынбыз. Сабақ өткеннен кейін оқушылар тағы звондапты телефон арқылы, осындай есептерді тағы көбірек көрсетсеңіз бола ма деп. Соған байланысты мына 25-ші есепті көрсетейін деп отырмын, қалай шығару жолын. Электр сыйымдылығы 0,8 микрофарад конденсаторының электр өрісі кернеулігі 1000 вольт бөлінген метрге. Егер оның астарларының арасындағы ара қашықтығы 1 мм болса, онда конденсаторның электр өрісінің энергиясы неге тең болады дейді. Енді бұл есепті шығару үшін бізге тағы сол формулаларды қолдану керек. 2 формула керек жалпы. Бірінші формула энергия тең болады СУ квадрат бөлінген 2. Одан кейін екінші формула электр кернеулігі тең болады У бөлінген Д. Енді есептің шартын жазып алайық. Берілгені дейміз, электр сыйымдылығы С әрпімен белгіленеді. Ол тең болады 0,8 микрофарад. Электр кернеулігі Е әрпімен белгіленеді. Ол тең болады 1000 вольт бөлінген метрге. Ал енді конденсаторлардың астарының ара қашықтығы Д әрпімен белгіленеді, ол тең болады 1 мм-ге. Енді бір жүйеге келтіріп алайық есепті. Барысында микроны біз фарадқа айналдырамыз. Микро деген 10-ның -6 дәрежесі. Демек санды 10-ның -6 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда 0,8 көбейту 10-ның -6 дәрежесі фарадқа тең. Енді мына жерде 1 мм дейді, оны да біз айналдырамыз. 1 мм де 10-ның -3 дәрежесі метрге тең. Енді бір жүйеге келтіріп алғаннан кейін енді есепті шығарамыз. Жаңа айтып кеттім, 2 формула керек деп. Бірінші энергия тең болады СУ квадрат бөлінген 2. Енді осы жердегі У'дың орнына біз басқа формуланы қоюымыз керек. Сол себептен мына жерде электр кернеулігі тең болады У бөлінген Д-дан У'ды тауып аламыз. У тең болады Е көбейту Д. Енді формуланы жазамыз. Энергия тең болады С. У'дың орнына біз жазамыз Е көбейту Д. Демек У квадрат болса Е квадрат Д квадрат бөлінген 2 болады. Міне сонда осы формулаға сан мәнін қоямыз. Сонда бізде 4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі жол шығады. Енді есептің шартынан байқаймыз. Міне жерде тұр, Д жауабы дейді 4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі жолға тең. Міне осындай есеп қолданып шығаруға болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.